Осы қызыңды көзіме көрсетпе дегенмін саған. Күні бойы жұмыстан шаршап келсең, үйде жүйкеңді тоздыратын көрініс. Жоғалтшы, менен аулақ алып кет, деп жұмыстан келген күйеуі әйеліне бақыра кетті. Көздерін жәудіретіп, қорқып тұрған 5 жасар қыз әкесінің ұрысынан сескеніп, анасының арқасына жасырынды. Бұл да қызыңыз емес пе? Жазығы не? Алла қаласа ұл перзентімізде болып қалар. Өшір үніңді. 5 қыз туы ғана келді сенің қолыңнан. Тілің болса 2 қарыс. Bir ұл туып бергінде, содан соң насихат айт. Әйел үндемей қоя салды. Қызын үлкен әпкелерінің жанына жіберіп, күйеуіне дастархан әзірледі. Түннің жарымында күйеуді шөл қысып, су ішуге тұрады. Сол кезде қыздарының бөлмесінен жарық сөнбегенін байқап, бөлмеге қарай жүрді. Жақындағаны сол бөлменің ішінен жылаған дауысты естіде, есікті ашпастан кілт тоқтады. Бөлмеден кенже қызының жылап сөйлеген дауысы анық естіліп тұр екен. Әкесі зер салып тыңдай бастады. Құдайым, неге мені ұл етіп жаратпадың? Неге мені әкемнің күндегі жанжалына, анамның көз жасына себепші қылып қойдың? Құдайым, мейлі, әкем мені жақсы көрмесін, бірақ мен оны жақсы көре беремін. Мейлі, маған ұрыссын, тек анамды жылатпасыншы. Жалғыз мен оларды қинап қойыппын. Мені өзіңе шақырып алшы, Құдайым. Сенен жалынып сұраймын, Құдайым. Әкесі естігендерінен ақыл-есінен адасардай күйге енді. Соңғы 5 жылдық өмірі көз алдынан тізіліп өте бастады. Шынымен бұл қыз мен қажет етпеген қыз ба? Осындай мейірімді, саналы қыз менің ұрпағым болғаны ма? Сонда мен нағыз көр соқыр екенмін ғой. Нағыз көр кеуде болыппын, деді іштей жылап. Жаны алқымына келгендей өрекпіп, бөлмеге кіріп келді. Әкесін көрген қыз қорқып, жылдан барып орнына жатпақшы болды. Әкесі қолынан ұстап, қорқудан жаутаңдап тұрған көздеріне қарай отырып, жүзін жуған жасын сүрткілеп, «Тас жүрек әкеңді кешір, қызым», деді ызалы дауыспен. Қызы лезде әкесінің мойнынан тарс қылып құшақтап алды. Ал күлімсіреген еріндері «Рахмет саған, Құдайым», деп сыбырлады. Ұл болсын, қыз болсын, Алла тағала қайырлы перзенттерден нәсіп етсін баршаңызға.